Елімізде соңғы уақытта мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеріп, кәсіби аппарат құруға ерекше күш салынғанымен, халық үшін жұмыс жасауы тиіс мамандар ерсі қылық көрсетіп, әдептен аттауын доғырар емес. Мәселен, үстіміздегі жылдың 8 айында Әділет департаментінде 16 қызметкер теріс мінезімен танылып, әкімшілік жазаға тартылған. Сондай-ақ Отырар ауданының Әділет басқармасының басшысы спиртті ішімдік ішіп, жұрт алдында масқара болған. Отырар аудандық Әділет басқармасының басшысы Қасымбаев 27 желтоқсан 2017 жылы шамамен таңғы сағат 8:35 минутта жеке автокөлігін алкогольдің масан күйде басқару барысында Отырар ауданы Шәуілдір ауылының Арғынбеков көшесінде ұсталған. Осы фактіге байланысты жол полициясы қызметкерімен Қасымбаевқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Мас күйде полиция қызметкерлерінің құрығына іліккен басшы 3 жылға жүргізуші куәлігінен айырылып, осы жылдың жазында қызметтен қуылған. Әдеп жөніндегі уәкілдің сөзінше, мемлекеттік қызметкерлер спиртті ішімдік ішу былай тұрсын, жұрттың көзінше оғаш мінез көрсетуіне де болмайды. Сондай-ақ бақ өкілдеріне дөрекілік көрсетуге және әдепсіз суреттерді әлеуметтік желіге жүктеуіне тыйым салынған. Дегенмен қарапайым тұрғындар арасында мемлекеттік қызметкерге жазықсыз жала жауып, олар туралы қоғамда теріс пікір таратып жүргендер де жетерлік. Жаңағыдай кей уақыттарда азаматтардың жаңағыдай этиканы, жаңағыдай әдепті бұзу жағдайлар анықталып, ол кісілердің жаңағыдай мемлекеттік қызметшінің ар-ұятына келетін балағат сөздер айту арқылы мемлекеттік қызметшілерге жаңағыдай өздерінің жаңағыдай теріс пікірлерін айтып кету арқылы олар өздерінің жаңағыдай теріс ойларын білдіріп жатады. Мемлекеттік қызметкерлердің этикасы туралы айтылған жиында жемқорлық мәселесі де шет қалған жоқ. Салаға жауаптылар шаруасын оңай бітіру мақсатында пара беруді әдетке айналдырған азаматтар санасын өзгертпейінше қатерлі індетті қоғамда түп тамырымен жойып тастау мүмкін емес дейді. Ерлан Отарбаев, Мұрат Адинаев, ТВК телеарнасы.